2024 жылдың 20 шілдесінде көпқабатты тұрғын үйдің 7-ші қабатынан Ақнар есімді бойжеткен құлап кетеді. 21 жасар Ақнар құлай ма, әлде шарасыз қызды өзге біреу қасақана итеріп жібере ме? Марқұмның анасы былай дейді. Оны екеуі алдымен әптен қинаған, ұрған, соққан, есінен тандырған. Қасымызда бір қыздың шашын жұлып өлтіріп жатыр. Қалқандырып. Мына аудионың авторы кім? Аудио хабарлама. Дидар, пәтерді жалға алушы қыз, Қытай азаматы. Ал екінші қыздың аты Рано. Оқиға орын алған тұста ол да Қытай азаматы болған. Қалай екені белгісіз. 2 айдан кейін Қазақстан Республикасының азаматтығын алыпты. Рано мен Ақнар бұл пәтерге 20:44-те келген. Ал 6 сағаттан кейін Рано Ақнардың төбесінде отырады. Себеп белгісіз. Ақнар 7-ші қабаттан 2:54 шамасында құлайды. Сол сәт бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Жазбаны максималды түрде үлкейттік. Видеоға қарасақ, терезенің қасында тұрған қыздың мүсінін байқауға болады. Ол қыз Ақнардың артында не істеп тұр? Жұмбақты таяуда шешеміз.